Оқу әдістемелігі квал-тестке байланысты тапсырғам. 3 сұрақ қате болды. Енді барлық сұрақтарменен танысатын болсақ, дұрыс жауабымен. Кинестикалық әдіс дегеніміз ол практикалық болып табылады. Оқыту әдістемесінің қатарына жатпайтын белгі оқу әдістерінің. Бұл эмоционалдық. Қалғандар жатады. Шешендікке байланысты 3 нәрсе. Бұл мимика, жест, сөз. Шешендікке. Ал енді қашу кезеңінің жас аралығы 7 мен 14 аралық. Слайд көрсету қай? Бұл енді көрнекілік. Шулман теориясы бойынша жүрек бас деп айтылған 3 нәрсе бар еді ғой. Жақсы қарым-қатынасты көрсетеді. Бас дегеніміз ол оқытушының басы. Эмпатия дегеніміз не? Эмпатия деген біреудің орнына өзіңді қоя алу. Біреудің орнына өзін қою, мысалы оқытушының оқушының орнына қою арқылы түсіну. Эмпатия дегеніміз осы болып табылады. Әңгімелеу тәсілдері қай әдіске жатады? Бұл енді аудиалды. Бұл бақылаудың диагностикасы, диалог құру арқылы. Ағын бұл тапсырмамен потенциал тең болады. Бұл жерде ағын болады, тағы 3 формасы болады. Зерігу деген тағы бар, соңын тағы бір түрі бар. 3Н теориясының авторы бұл Шулман. 3Н. Эмоция мен сезім айырмашылық. Эмоция әрине көрінеді, сезім көрінбейді. Өзіне деген сенімділік немен байланысты? Өзіне деген сенімділік ол эмоционалды. Егер адам өзіне сенетін болса, көңілді, сондай жақсы көңіл күйде жүреді деген сөз. Тренердің құзыреттілігін белгіле. Тренер әрине педагогикалық, психологиялық және басқарушылық деген сондай құзыреттілікке ие. Сондықтан жерде педагогикалық, психологиялық дегенге жауап бердік. Жақсы мұғалім жаман бәрінен де қымбат. Жақсы мұғалім маған бәрінен де қымбат, себебі ол мектептің жүрегі. Бұл енді Алтынсаринның сөзі, Ыбырай Алтынсаринның. Зерігу, бағанағы ағын, зерігу деген міне осы 3 түрлі болады. Ағында тең болады, зерігуде тапсырма потенциалдан аз болады. 3Қ әдіс деген құнды, қызық, қиын деген. 3Қ, құнды, қызық, қиын. Енді тез алу қай әдіске жатады? Бұл әрине бақылау. Тренердің құзыреттілігін белгіле. Басқарушылық, тренердің құзыреттілігі. Шулман теориясындағы бас, бағанағы Шулман теориясы 3Н дедік қой. Сол кездегі 3Н дегеніміздің бірі бас. Бұл оқытушының білімі. Мысалы, оқытушының басы қаншалық жақсы десе, оның соншалық сабақты алып кетеді дегендей. Оқытушының білімі деген сөз, бас деген. Ашық сұрақты белгілеңіз. Тренерлік туралы не ойлайсың? Не осындай 20 сұрақ оқыту әдісіне байланысты таныстырып өттім.